Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін, яғни 8 қараша, Жайдарман жартылай финал. Финалға қатысатын 6 команда және барша көрермен мен командалардың пікір ойын сұрайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жақында заң шықты. Бейдейт мына, армиядан қашып жүрген еркектерге 3 миллион 500 мың теңге айыппұл салады екен. Үкіметтегілер қате істеп отыр. Қашып жүргендерге емес, барып келгендерге беру керек. Келгесін емделеді. Сізге жалпы Жайдарман ұнап жатыр ма? Қалай, көңілден шығып жатыр ма? Маған негізі Жайдарман ұнайды. Біз негізі батыс халқы дейтін әзілге жақын адамдармыз ғой. Сондықтан әзілді қарағанда және ойнағанда өзіме жақсы ұнайды. Жалпы жиі қарауға келесіз бе? Осыған дейін бірнеше, яғни этаптардан Жайдарман тұрды ғой. Мен бұл Жайдарманды 1-8 финалдан бастап қарап келем. Жайдарман әр күн сайын, әр кезең сайын өте керемет өтеді. Әзілдерде, командаларды өте қатты ұнайды. Насыбайға тыйым салынғаннан кейін баланың мұңайып отырып айтқан әні. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліммен сырласу, Тоқаев заңы екен ғой, кайфпенен қоштасу. Сәлем, ең алдымен өзіңді таныстыра кете қойсаң, аты жөніңді? Сәлем, мен есімім Алихан. Орал қаласынамын, жоғары инженерлік технологиялық колледждің студентімін. Жалпы Жайдарманға қызығушылығыңыз қалай? Ұнап жатыр ма Жайдарман? Көңілден өтіп жатыр ма? Негізі Жайдарман бұрыннан ұнайды, жоғары деңгейде өтіп жатыр. Аслан всегда топ, өзі көтеріп шығып жатыр барлығы. Жалпы өзіңіздің Жайдарманға бір қатысыңыз бар ма? Қатысып көрдіңіз ба, немесе болсын? Жалпы колледж ішілік Жайдармандарға қатысам, былай облыстық деңгейлерге шығып көрмеппін. Тас ғасырындағы мектеп. Отырыңдар. Тастарыңды алыңдар, қашаңдар. Иіскіра шашпаңдаршы. Жазыңдар, апрель 28-дің. Апай, мен тасыңды ұмытып кеттім. Исатай, ер адам емессің ба? Тасың өзіңмен бірге жүрмей ма? Неге тасың кеткенше неге басыңды қойсың сен, Класс, арт тас бар ма? Беріңдер мынаған. Жоқ па ешкімде? Жоқ. Тоқ, абай, артық тас бар ма? Мен өздеріңізді және топтарыңызды таныстыра кетсеңіздер. Біз Қаратөбе құрамасы, Бексұлтан, Исатай, Рустам, Аслан. Жалпы ойын қалай, тартысты өтіп жатыр ма? Қызықты ма? Алдыңғы ойынға қарағанда? Мынау бүгін жартылай финал. Алдында 1-4 болды. Жартылай финал енді атының өзі затына сай болады, өте тартысты болады. Өйткені енді бір қадам аттасаң, ары қарай финал тұр. Сондықтан финалға барлық команда өздерінің жандарын салып дайындалып жатыр. Жоғарыда қызық ойын болып жатыр. Біз осы жағын ойнап болдық. Ойындарыңызды көрдік, өте қызықты болды. Және осы ойынға деген дайындық қалай болды? Және басқа командаларға сіздерге айтып жатыр ойында, сіздер жоғары, жастарыңыз жоғары және 7-ші сыныптардың балаларымен қарсыласып ойнап жатсыздар дейді. Өздеріңізге андай жаман эмоция келмеді ме? Жоқ, ештеңе ол деген екі команда ғой 7-ші класстікі. Қалғандары өзімде құрас балдар ғой. Олар үлчектеріміз ғой енді. Олар өсіп артымыздан бірге қарсылас болғанда қуанамыз ғой. 7-ші класстың баласы жоғары лигада ойнаса, ол демек Орал Жайдарман лигасының жақсы деген нәтижесін беріп жатқан дегенсіз ғой. Құттай бала жоғары лигада жүрсе деп. Өзіміз жұматамыз солай. Және қазіргі таңда жартылай финал болып жатыр. Енді финалға өтесіздер деген үміт бар ма? Әлде? Айтады, өтті деп айтады берсе. Сол кетіп жүріп алыңыздар. Қаратөбе алға. Қыздар, ең алдымен өздеріңді таныстыра кетіңдер. Жайдарманға көрермен болып келдіңдер ме? Қалай келдіңдер? Соны айта кетсеңдер. Біз Жайдарманға подтасовка ретінде келдік, яғни бұқу құрамасының артында биледік. Сіздер де солай, Біз солай билеуге келдік, яғни қолда көрсетуге бұқуын артынан. Яғни сіздер подтасовка билейсіздер, командамен бірге жұмыс жасайсыздар деген сөз ғой, Командамен жұмыс жасау қалай, сізге ұнап жатыр ма? Енді Жайдарман деген соң қызықты, бір жағынан көңілді де өтетін шығар, Сол туралы айта кетсеңіздер. Өте күшті, көңілді, дайындықты жақсы өтіп жатыр байлар. Сіздерге ұнаған команда немесе бір ойыншыны атай аласыздар ма? Ұнаған бұқу құрамасы өзіміздің ешкім бөлім жарым демейді, бәрі өте керемет, бәрі өте күшті. Жалпы КВН ұнап жатыр ма? Сен көңілден шығып жатыр ма? Уже екінші айналым шықты, күшті, барлығы ұнап жатыр.
сізге менің номер бірінші деген командамды айта аласыз ба, немесе сол бір ойыншыны айта аласыз ба? Енді әр команданың өзінің несі бар ғой, әр команданың өзінің бір айтарлықтай өздерінің нелері бар. Бірақ енді командаға бөлмеймін, бірақ сүйікті ойыншым Аслан Қаратөбе командасында өте қатты импровизациясы жоғары. Және алдағы уақытта жайдарманнан күтетін немесе көргіңіз келетін бір жайттарды айтсаңыз. Именно біздің Орал қаласында осы жайдарман деген осындай тема күшті естіген ғой, дамыған ғой. Оралда жақсы дамып жатыр деп ойлаймын. Күшті прям. Ары қарай да лучше көп командалар шығару керек сияқты, жас командалар. Көп рахмет.